Егер жақында умраға баратын болсаңыз, мына топ 5 затты ұмытпаңыздар. Сақтап, жақында умра немесе қажылыққа баратындарға жіберіңіздер. Өйткені бұл туралы көп айтыла бермейді. Умраға керек нөмірі бірінші зат – ол көзілдірік. Онсыз мешіт аймағында күнді жүру өте қиын болады. Қара мешіттің іші ақ түсті мрамормен төселген. Күнмен шалысқан кезде көзіңізді аша алмай қаласыз. Сондықтан очкиді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Нөмірі екінші зат – ол дәрі-дәрмектер. Өзіңізге қажет дәрілердің ең маңыздыларын алып алыңыздар. Ол жақта ауырып қалу қауіптілігі өте жоғары. Қандай маңызды дәрілер керегін біліңіз келсе, комментарий жазыңыздар. Келесі видео мүмкін сол жайлы болады. Нөмірі үшінші зат – тігісі жоқ резеңке аяқ киім. Біз қазақтар жалаң аяқ жүре алмаймыз. Бірден су көп кететін сияқты. Ал аяқты киімнің ыңғайлы, әрі сапалы болу маңызды. Өйткені умра қажылық кезінде өте көп жаяу жүресіздер. Нөмірі төртінші зат – асты кожа, жеңіл, төсегенде жылы болатын жайнамаз. Нөмірі бесінші – ашық, көзге бірден түсетін рюкзак, қолдорба. Ал ол не үшін керек екенін білгіңіз келсе, келесі видеоны күтіңіздер.